Бекжан мырза, мына блок құрылтайға келгенде көңіліңіз толып жатыр ма? Иә, өте ұйымдастыру жағынан өте жақсы жасалған. Негізі мұндай деңгейде өтеді деп өзім күтпеген едім, шыны керек. Бірақ бұл жерден жаңағы уақыттардың қадағалау жағынан біраз шикіліктер бар. Жаңағы уақыттардың шығып кетпеу үшін бір белгіленген қатал регламент болу керек. 15 минут презентация бар деген, 5 минут сұрақ жауап бар деген. Сол жағынан біраз нелер бар, уақыттардың ауытқулар. Одан басқа барлық ұйымдастыру жағынан таңдалған жер, таңдалған нелер, залдар бәрі өте жақсы, керемет, көңіл толып отыр. Ал ұйымдастыру жағына жалпы алғанда қазақтың мәселесіне үлес қосуына, блог, интернетке деген қазақты әкелу, сол мәселесін бұл үлкен түрткі болып жатыр ғой. Иә, бұл енді біраз кісілер назарын аударады ғой. Құрылтай болғаннан кейін бұл жерге жиналған ертең әркім өзінің блогында жазады. Бұл біраз жаңағы көп кісіге бұдан кейінгі блог құрылтайлар, мен ойлаймын, дәстүрлі түрде жыл сайын өткізетін болса, бұдан да сапалы өтеді деп ойлаймын. Енді бұл жерде блог құрылтайдың менің ойымша бір ортақ бір платформасы да болған дұрыс сияқты, мысалы, концепция бар жағынан. Қазір енді әркім өзінің блогын деп таныстырды, өзінің презентацияларын жасады. Ол жақсы, бірақ менің ойымша біраз да жаңағы нелер пленарлық бір отырыстар жасаған дұрыс сияқты, мысалға ұқсас тақырыптарды бір жинап, сол салада сол неге байланысты адам блогерлер бір жинап, и сол жерде сонда біраз, мысалы қазір үш салада болып жатыр, қайсына барарын білмейсің. Бәрі де қызық сияқты. Иә, анаған барсаң мынаған қалып қояды, мынаған барсаң анау қалып қояды. Сол жағынан біраз кемшін қалып жатқан жерлер бар. Мысалға, мен ойлаймын, бір ұқсас 3-4 тақырыпты бір біріктіріп, мысалға, мына жерде мүмкіндіктер бар ғой. Сол 3-4 кісіні бірге отырғызып, жалпы солар жаңа сол тақырыпқа байланысты өздерінің ойларын айтса, сол жерге сонда көбірек адамдар жиналады. Сол жерде біраз талқылағанға да, дискуссия болғанға да жақсы сапалы өтеді деп ойлаймын. Жаңа менің отырысым, менің немде презентациямда оншақты кісі жиналды. Не мәселені қозғадыңыз? Мен негізі қазір мына нәрсе бар еді, критикалық масса деген бір жаңа бір идея, блог, платформа идеясын қолға алып жатырмыз. Бұл жерде жеке адам блог емес, бұл ортақ жасалатын мәселе. Қазір енді мынандай бірінші кезеңде блогтарды, блог-серияны дамыту кезінде біз ең бірінші санға назар аудардық, көбейсе екен дедік. Бұны көп адамға түсіндірдік, көп адамға блог ашты, үгіт насихат жүргізіп, соның арқасында біраз адамдар блог ашты, соларға көмектесті, техникалық жағынан болсын, басқа да жағынан болсын. Өзім мысалға хостинг бердім, көбіне домен ат бердім, өзім қолданым. Бұның тұсында енді қазір келгенде кезең, бүгінгі блог құрылтайдан бастап, осы қазір жаңа эра сияқты қалып қарайтын болса, жаңа дәуір ретінде. Бұдан кейін сапаға көңіл бөлуіміз керек сияқты. Яғни саннан сапаға өту кезеңі басталу керек сияқты. Себебі қазір қарап тұрсақ, блог сфера жалпы біздің қазақ интернет қоғамында, интернет ақпараттық кеңістігінде блог сфера өте жылдам дамып жатқан бір алаң. Өте және бір динамика бар. Бұл өте маңызды нәрсе. Соны енді бұны жоғалтып алмай, бұдан кейінгі кезеңде бұны бір сапалы жобаларға өту кезеңі белең алу керек сияқты. Сондықтан критикалық масса деп жалпы қазақ қазіргі көп нәрсеге критикалық қарыз, көп нәрселер, болмай жатқан нәрселер, солардың қолға алынуы сол жерде. Екіншіден, сол жерге шыққан материалдардың басқаларға жаңағы қорек болуына, басқалардың ойлануының несіне көмектесу, өзінің жеке дамуына септігін тигізуінде, яғни бұл критикалық масса деген физикалық ғылымнан алатын болса, бұл тізбекті реакция бастататын ең аз массаға критикалық масса дейді. Яғни бұл жердегі мақсатымыз осы жерде шыққан біреулерге ой салу арқылы, ол ой басқа біреуде қалыптасқан ой басқа біреуге айтылса, осы арқылы бір қоғамда бір резонанс тудыратын сондай бір площадка, бір алаң ретінде осындай нені қолдансақ деген ой бар. Қазір идея ретінде жалпы біраз анықталды. Соны алып келдім осы жерге. Енді келесі құрылтайға жобаның өзін дайындап алып келсек деген ойымыз бар. Бір жылдың ішінде біраз жұмыс атқарылды. Бұл критикалық массаға қатысатын кісілер. Қазір Досып Көшумен сөйлестім, ертең Астана алған кезде Бекуат ағамызбен сөйлесіп, Берік Уәлимен сөйлесіп, ол кісілерді осы неге тарту. Себебі бұл жерде өте маңызды нәрсе. Біраз қоғамға танымал кісілердің бір қоғамдық оқиғаға байланысты болған пікірлері қалай болады. Сол пікірлерді талқылау. Сондай бір не. Енді техникалық жағын бөлек ойластыру керек. Бұл өте жаңағы қазіргі заңдарға талапқа сай қолдану жағынан, функционалдық жағынан талаптарға сай болу керек. Екінші жағынан мазмұндық контекст
контекст соны өте маңызды, соған контентке маңыз беру керек. Осы екеуін бірге егер біз тандем ретінде алып, бірге бірдей деңгейде алып жүретін болсақ, ойлаймын келесі жылға өте жақсы бір жоба пайда болады деп ойлаймын. Бұл да осы бастамасын осы блок құрылтайдың бүгін биыл өтіп жатқан бірінші блок құрылтайдың осы берілген несінде жүзеге асып отыр. Жақсы, көп рахмет сізге. Алла істеріңізге сәттілік берсін. Сіздерге де рахмет.